армысыздар. Бүкіл қазақ еліне, Қазақстан Республикасында ата-аналарға үндеу әбден желкемнен шығып, маңдайымнан әбден тікенек болып, әбден жүйкеме тосып бітті. Бұл мен заманымда да бар тұғын, мен әке-шешем заманында да бар тұғын. Оны жою өз қолымызда. Бұл мектептегі ақша жинау мәселесі. Мектептерде қазір карантиннен кейін ақша жинау, мереке өткізу, жаңағыдай дастархан жайып, баяғы чай питьелар, оның бәрі тыйылыпты, құдайға шүкір. Борға, журналға, шөбереге тағысын тағы ақша жинауды тоқталыпты. Керемет мен үшін жаңалық болды. Бірақ мынау ата-аналардың тәрбиесін мен жаңа орыс тілінде орыс аудиторияға айттым, өйткені орыс сыныптарында бұл қауырт жүріп жатыр. Одан кейін ақша бере алмаған ата-ананы соншалықты сүмелек, соншалықты сорлы статусына ілігіп тұрып қойып қойған. Ал бірақ ақша жинау ол коррупция. Оның өзінің бабы бар, статьясы бар. Сондықтан егер ата-ана, мысалға сіз жалпы топта сондай сізге ұсыныс айтылып, осынша ақша жинайсың, осындай мереке деп, соның бәрін скринға түсіріп, полицияға арыз жазсаңыз, ол ата-анаға кәдімгі қылмыстық іс қозғалады. Өйткені кәдімгі білім беру орталығында, білім беру, тәрбие мен білім беру ошағында қайдағы бір ата-ананың баласына мегаға апаратын, кинотеатрға апаратын өзінің жеке өмірін мектепке жағаластырып қойған ата-ана, оны сіз көңілін көтеру үшін сіз міндетті емессіз. Мұғалімге ақша жинау керек емес. Мұғалімдердің ақшасын көтеріп жатыр, олар тегін жұмыс істеп жатқан жоқ. Өзіңіз көңіліңіз не қалайды, соны беруге сіз құқылысыз болды. Бірақ бір сыныпта бір ата-ана шығыпты, сол осынша ақша сұрап жатыр, соны жинай қояйық, соған бере салайық, тыныш қана сонымен тыйыла қалсын деген, ол заңсыздық. Неге осы ауылдық жерлерде үнсіз қала бересіздер, болмаса шет райондарда үнсіз қала бересіздер? Неге осы сұрақты неге көтермейсіздер? Неге ары жазып телеарналарға барып шуламайсыздар? Бүкіл бәріміз көтерілсек, бұл тірлікті, бұл сұрақты бірден жауап тастауға болады бұл мәселені.